Қайырлы күн каналымның көрермендері. Бүгін сіздермен осындай керемет ірімшік шарларын жасайтын боламыз. Орысша сырные шарики дейді ғой. Осылай картошкамызды жуып тазалап, отта тұзын салып, осылай пісіріп алатын боламыз. Жақсылап тазалап, сыртын ашып, яғни езгіштен жылы күйінде езіп аламыз да, кез келген сырды, яғни ірімшігімізді үккіштен өткізіп, қосып араластырып аламыз. Тұзы жоқ болса тұз саласыздар. Одан кейін домалақтап осылай шарлар жасап аласыздар. Міндетті түрде жұмыртқаға, одан кейін кептірілген нанның сатылғанына сухарики, яғни панировочный сухарики дейміз ғой, сондайға аунатып алып, отта пісіре бересіздер. Өте дәмді болып шығады, балаларға ұнайды. Егер менің рецепттарым ұнап жатса, міндетті түрде каналыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қазір бізге сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Мінекей, біздің шарларымыз дайын. Осылай сырларыңыз үзілмей керемет болып шығатын болады. Өте дәмді болады. Жасап көріңіздер.